Махаббат Сайдрахманова «Бөлмө» әңгеме. Бөлмө күн көйбетті. Анын терезесі жол жиегін ғана емес, бүтіндей бір аймақты үстінен қарап, қыбыр еткеннің барын көселегінен өткөріп тұрады. Жарығы кеде күні түні өчпейді. Көп вақыт бойы бөлмені чақчай тіктегенден жарықта чарчап кетеді. Есі болса, жарық бар бұ жоқ бұ, өшті бі өчілек бе, балким кечке жанып тұрғандан чарчады бы, елесті алып қойбайды. Кейде бірнеше күн қаралбай қалған бөлмеде арқандай бұйымдар аралашып жатып қалады. Китеп журналдар тақ ортада додо болып үйіліп, барақтар сапырылады. Ар жерде қымбатта мекенің құтычалары, анан ағы тақыр қош болған арзан кофенің қауықтары, босоғыда бір түгейі оң жақты қарап, екіншісі оодарылып чечілген батинкелер. Бөлменің иесі іштен келгенде сумкасын түшкелді жерге ырғытып, хар қай жерде чачылған киімдеріне бір сыйра көз чаптыратта, қайсынысы бірінші қолына тисе ошоны кие алады. Анан чачылып атқан бұйымдарын аттап-бұттап өтіп, өзінің ыңғайлы орын таап отырып, қайсы бір журналды қолына алып, ой келді барақтайды. Терезесін ача қойып, тамекі күйізіп, сыртты тіктеп, тажатма скрипканың үнін қоштой, қиялды, қыңылдап оғын сосады. Кофе же, чай ішкен сайын, столдың үстіне қалтыра беріп, топ-толып қалған кружкаларын көрседілі көрмөксен. Қайра кофе жасу үшін улам тазасын суырып шыға беріп, ақыры кружкалары түгөнгөнді есіне келеді. Тамағы черге таза идіші қалбай қалғанда ғана едіштерін жуып баштамай адаты бар. Есі дайымылы ушынтып жашабайды. Кей күндері бөлменің терезелері кенен açılıp, чаңы сүртіліп, бұйымдары реттіліп, мезілдей жиналады. Мұндай күндері бөлме серги түшеді. Есінің басқан тұрғаны шайды тартып, көңілді жүреді. Бұйымдары орды-ордына тізіліп, киім кешектері жуылып, өтіктөліп, елініп, ашқана тараптан тамақтың жеті ұрады. Тамақ жасылған ұчырлар сейрек. Bir günü иесі іштен көңілді келді. Ешіктен кіреримінің жарықты жандырып, сумкасының ішінен уараланып бірдеме издеп атты. Ақыры тапты оқшайды, сумкасын дару ошқыл жерге таштады. Киімін алмаштырып креслосына жайғашты да телефонына өңілді. Отырған бойдан бір сағымға үргіліп кетіп, қайра батылы ойғанды. Анан түшінен чочугансып, чачылып атқан бұйымдарын жинай баштады. Ачылған терезеден кірген сентябрдың салқын, жалбырақ жұтту, жағымды авасы бөлмені қаптады. Есі өзіне жаққан бір ованды қыңылдап, емеле өзі тізген қас қатар атырлардың улам бірін жыттап көріп атты. Иреттілген киімдерінің арасынан айрымдарын суырып шығып, емі көргенсіп, қайра баштан көзілегінен өткіріп, өзінче бөліп қойды. Бұл түні жарық ерті өшті. Ертесі жашу көңілді башталды. Кече тандылған киімдерін четінен бойына туралап киіп көріп, уараланып атқан есінің бүгін маңайы башқача. Жақасы қуыз бойына жарашықты көгілтір көйнекті киіп, құлағына көйнекке түстөш сүйкі тақты. Чачын бір төбесіні буып, бір түйіп, бір жазып көрді. Ақыры чач сыйда таралып, көк гүлді чачқып чуыр менен желкесіне буылды. Өзінің разы болды ұқшайды, рахмат деген сеп күзгісіне көз қысты. Бұға чейін өңтісі бірі-бірінен анчейін айырмалана бербеген көчө киімдерін оңой менен алмаш жүмес. Бұл жолы иесі құлпыра түшті. Улам-улам терезеден сыртты қарап кімдір біреуіні күтіп атты. Бір кезде жарқ ете қол бұлғалап жылмайды да шашып туфлесін киіп шығып кетті. Артынан жағымды бұрықсыған атырдың жыты қалды. Есі ошондан баштап сейрек келе баштады. Күзгіге қаранып, киім қотырғын келбесе, бөлме емі чындап шашылды. Арқай жерге шашылыш қойы салған түрді тағынчақтар, отырғычқа керебеттің қырына арта салынған, мұрда бөлмеде көрінбеген жарашықты көйнектер, бірінен бірі жол талашқан тақасы биік туфлилер. Күзгінің алдында чала жеп таштап салған алма, шоколадтың жартысы, апельсиннің қауығы. Дегілі ақырқы күндері иесі барын чала жеп, чала ечіп, китепті де чала бұла оқып, музыканы да аяғына чейін ұқпай баратады.
Баягы зеригиштүү скрипканын үнү болсо такыр тыйылган. Жарыкты сагына баштаган бөлмө. Жаңырган жылды энсиреп бош шаан шөкөтсөз, меймансыз тосто. Бирок ээси жаңы жылдын эртеси кечинде кирип келди. Кирип жарыкты жандырбай, бөлмөнү жаңы көргөнсөп, босогута бир аз турду. Анан сумкасын, анын артынан пальтосун диванга ыргытты да, бут кийимин чечпей эле терезе түбүндөгү креслосуна өтүп, бир топко ураланып атып, чылымын күйгүздү. Эч нерсе көрүнбөй калган терезеге максатсыз тигилип, тунжурап отурду көпкө чейин. Терезе ушул жолу ээсине кереги тийип турганын аябай сүйүнгүсү келди, бирок антейин десе же сыртта жарык жок, же ичте жарык жок. Бир кезде телефон шыңгырады. Ээси көпкө чейин трубканы алган жок. Телефондун жагы басылбай койду. Трубканы тыншаган ээси эмнелерди укканы белгисиз, дуалга жөлөнүп, ак көк тепей үнсүз ыйлап атты. Телефондун аркы башындагы адамдын сөзү түгөндө окшойт. Бөлмөнү кайрадан түлөй, жымчырттык каптады. Ушул күндөр бөлмөдө жашоо токтоп калгансыды. Ээси кечиндегилери менен чүмкөнүп жатып алат. Эртең менен ишине араң угунуп кетет. Бара-бара баягы көнүмүш болгон иретсиз жашоосуна түшүп кетти. Жымжырттыкты бир күнү скрипканын үнү бузду. Анын үнүн ошончалык сагынган экен бөлмө. Ырахаттанып тыңшады. Ээсинин маанайы да ачыктай сезилди. Демейкисиндей кыймылы шайдоо тартып, колуна тийгендин баарын иреттеп жүрдү. Бирок адаттагы обонун кыңылдап баратып эле аягын тагыры ыйга айланды. Бөлмө же нары же бери болбой жарым жартылай чыйналган бойдон калды. Сыртта эбак эле жаз жыттана баштаган. Көп өтпөй телефонго жан кирди. Кимдир бирөөлөр тез-тез чалып, ээси азга болсо да телефонго байырлай баштады. Ошондой күндөрдүн биринде булардын жашоосунда күтүүсүздөн экинчи адам пайда болду. Ал келер күнү ээси бөлмөнү такыр башкача иретке келтирди. Үстөлүн нары жылдырды, диванын бери, күзгүнүн ордун 3 жолу которуп кайра эски ордуна алып келди. Топтолуп кеткен кооз буюмдар, кийимдер, кээде окулса көпчүлүк учурда окулбай эле үйүлүп жатчу китептердин бир тобу, текчедеги атырлар, түргүн түстүү бет боектор да кагаз кутучаларга салынып, кайдадыр чыгарылды. Бийик такалуу туфлилердин ордун кадимки таманы жапыз, ыңгайлуу бут кийимдер эледи. Ушул күнү ээси тамекисин дембедем тартып атты. Бөлмө көрөлек бейтааныш адамды ээси экөө ушинтип күттү. Экинчи адам аларга тез-тез келе баштады. Бара-бара бөлмө бошонгондон бошоп, буюм тайымдардын баары чоң кичине таңылчактарга айланды. Бөлмөдө жерде жаткан килем терезе түбүндөгү кресло гана калды. Ээси жууп тазалап бүткөн соң бөлмөнү бир саамга айландыра тиктеп турду. Терезе түбүнө келип тамеки тартмакчы болду. Бирок калтыракан колдору менен тамекинин кутусун мыжый кармап, чөнтөгүнө салды да бөлмөнүн жарыгын өчүрүп, эшикти тарс чаап чыгып кетти. Тазалыктан, боштуктан бөлмө чыркай түштү. Көптөн бери мынчалык эс алып көргөн эмес. Күндүз терезесинен күндүн нуру тийип, түнкүсүн ай шыкалайт. Мемиреген жымчырттыкта бейпил күндөр өтүп атты, бирок көп узабай эле бөлмө жарыкты сагынганын тойду. Андан соң ээсин сагынды, атүгүл күттү. Эшикти ачып кирип келип, терезесин ойлуу тиктеп, креслосунда чылым тартып отурушун самады. Ээси кайда? Кандай бөлмөгө кетип калды экен? Ал бөлмө балким күнгөй бетте эместир. Балким күңүрт болсо деле абдан жайлуудур. Анын терезесинен кызыл-тазыл жарыктары бар шаар эмес, чексиз талаалар, алыстан мунарактаган тоолор көрүнөттүр. Эми эч качан баштагыдай чачылбасын жана эч качан баштагыдай жыйналбасын да түшүндү.